Әншілер көбіне атақты болғаннан кейін байып жатады, бірақ кей-поп айдолдардың ішінде туа бітті бай отбасынан шыққан жұлдыздар бар. Тіптен олар кейбіреуі үлкен белді компаниялардың мұрагерлері. Бүгін мен сіздерге дәл сол айдолдар туралы айтатын боламын. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып өтіңіздер. Бұл тізімнің көшін бастап тұрған атақты Blackpink тобының мүшесі Jennie. Ол Сеулдің ең бай районы Каннамда дүниеге келген. Ал балалық шағы Жаңа Зеландияда өткен. Және сол жақта оқып, бірнеше тіл меңгерген. Jennieдің анасы CGM компаниясының директоры, сонымен қатар компания акцияларының белгілі мөлшерін иемденеді. Ал әкесі үлкен аурухана басқарады. Дәулетті отбасында дүниеге келген ол еліне оралып, шоу-бизнеске бет бұрып, YG Entertainmentпен келісім-шартқа отырады. Осылайша 2016 жылы Blackpink тобында дебют жасайды. Келесі бұл Super Junior тобының ең сымбатты мүшесі Шибон. Ол 1986 жылы 7 сәуірде Сеулдегі ең бай бизнесмендер отбасында дүниеге келген. Әкесі Boring Medicine атты дәрі шығаратын компанияны басқарады, ал анасы іш киімдер брендін басқарады. Сонымен қатар әншінің отбасы Hyundai Department Store компанияларын және үлкен супермаркеттер желісін басқарады. Келесі бұл сүйкімді бейнесімен танымал Twice тобының мүшесі Suzu. Ол Тайванда бизнесмендер отбасында дүниеге келген. Оның ата-анасы бизнестерін ең алғаш Тайвандағы түнгі базарда бастаған. Осылайша үлкен ауруханаларға ақша құйған. Қазіргі таңда әншінің анасы Тайвандағы бірнеше пластикалық операция жасайтын клиникаларды, сонымен қатар кафелер желісін басқарады. Келесі бай мұрагер бұл ең алғаш айдол ретінде Зея тобында дебют жасап, кейін актер ретінде танылған Пак Кён Сик. Оның әкесі кореялық автомобильный компания BMW-ді басқарады. Бірде топ мүшесі Кван Хи Хён Сиктің стажер кезінде де карточкасында 16 000 ақш доллары жүретіндігін айтқан. Тағы бір бай отбасында дүниеге келген айдол GOT7 тобының мүшесі Марк. Марк Лос-Анджелесте туған. Әкесі белді бизнесмен. Әкесі баласы үшін Лос-Анджелестегі GOT7-нің концертінің билеттерінің көп бөлігін сатып алған деседі. Марктың отбасының бай болғаны соншалық, ол бірде сноуборд теу үшін Таиландтан Швейцарияға барған. Және де кейбір сұхбаттарында топ мүшелері оның үйінің үлкен екенін, есік алдында үлкен бассейні бар екенін, және сонымен қатар ол жалғыз демалысқа барғанда тек бизнес-класспен ұшатындығын айтқан. Әлемді музыкаларымен, сымбатты бейнелерімен бағындырған BTS тобында да бай әулеттің мұрагері бар. Ол топтың ең үлкен мүшесі Джин. Ол Аньяниде дүниеге келген, шетелде оқыған. Джиннің әкесі Samsung компаниясы өнімдерін тасымалдайтын компанияның гендиректоры. Сонымен қатар компания Германиямен де жұмыс жасайды. Тағы бір бай әулеттің мұрагері Қытай ханзадасы NCT тобының мүшесі Шенле. Ол Шанхайда бизнесмендер отбасында дүниеге келген. Ол зәулім сарайда тұрады. Шанхайдың белді оқу орындарын бітірген, бірнеше тіл меңгерген, спорттың барлық түрімен айналысып көрген, музыкамен айналысады. Сонымен қатар пианинода жақсы ойнайды. Тіптен ата-анасы ол кішкентай кезінде дауысын есте сақтау үшін жеке концертін өткізген. Ол байлығы туралы көп айта бермейді, дегенмен топ мүшелері жиі айтады. Бірде ол топ қызметкерлеріне Apple брендінің сағатын сыйлаған. Тіптен ол бір ойынды жеңу үшін Хеджанға компьютер сатып алып берген. Келесі бай әулеттен шыққан айдол ETZ тобының мүшесі Лия. Ол мектеп оқып жүргенде Корея мен Канада мемлекеттерінің арасында жүрген, өйткені ағылшыншасы өте жақсы болған. Кейін ол Кореядағы бай бизнесмендердің балалары оқитын мектепті бітірген. Лия байлығы туралы көп айта бермейді, дегенмен жанкүйерлері оның дебют жасамастан бұрын да тек қана брендтік сумкалар таққандығын айтады. Келесі айдол бұл BTS тобының інілері ENHYPEN тобының мүшесі Джей. Ол Америкада туылған, 10 жасына дейін сол жақта өскен. Оның отбасы турагенттікті басқарады. Топ мүшелерінің айтуынша, ол бірде барлығының демалысының шығындарын өзі төлеп, 7 жұлдызды қонақ үйге апарған. Келесі бұл GIDLE тобының мүшесі Мини. Ол Таиландтағы ең бай бизнесмендер отбасында дүниеге келген. Оның әкесі MCA Group компаниясының президенті. Ал анасы үлкен демалыс орнын басқарады. Және оның екі егіз ағасы бар. Мінекей достар, мен таңдаған тізімдер осындай. Ал егер де қандай да бір кей-поп жұлдыздар туралы білгілеріңіз келсе, комментарийға жаза кетіңіздер.